Жеке клиниканың ұзын, ақшыл коридорында антисептик пен дәрі-дәрмектің ашы иісі мұрынды жарады. Есіктердің ар жағынан медициналық аспаптардың тықылдаған дыбыстары мен медбикелердің асығыс басылған аяқ дыбыстары естіледі. Айнұр осы клиникадағы тәжірибелі, өз ісін жетік білетін фельдшер қыз. Оның бұратылған нәзік мүсіні мен ақ халаттың астынан білініп тұратын толысқан мүсіні мекемедегі еркектердің көзін бірден баурайтын. Алайда ол әрқашан өз жұмысына ұқыпты, салмақты еді. Бұл клиниканың басты жұмыс бағыттарының бірі алыстағы мұнай компанияларына барып, вахтада жүрген жұмысшыларға мерзімді медициналық тексеріс өткізу. Ұзақ жол, қиын жағдаймен түнеп қону қажеттілігі болғандықтан әдетте мұндай шалғай сапарларға тек ер фельдшерлер жіберілетін. Бірақ бұл жолы оқиға мүлде басқаша өрбіді. Таңертеңгілік жиналыста сапарға шығуы тиіс ер фельдшерлердің бірі кенеттен сырқаттанып қалғаны белгілі болды. Вахтада жүздеген мұнайшы күтіп отыр. Уақытты созуға да, басқа адам іздеуге де мүмкіндік жоқ еді. Көлденеңнен түскен бұл тапсырма аяқ астынан Айнұрға берілді. Айнұр, басқа амал жоқ деді бас дәрігер қағаздарын жинастырып жатып, вахталық қалашыққа сен барасың. Жаныңда тәжірибелі фельдшер Фархат болады. Бір күн түнеп тексерісті аяқтап қайтасыңдар, өзіне арнайы бөлме беріледі, бас медсестра айтып қояды деді. Айнұр сәл іркіліп қалды. Фархат бұрыннан бірге жұмыс істеп келе жатқан, өзіне сенімді, сұңғақ бойлы, еңселі жігіт. Оның жанарындағы жасырын ұшқын мен байсалды мінезі Айнұрдың жүрегін кейде ақырын дірілдетіп қоятын. Жақсы, мен дайынмын деп сыбырлады Айнұр. Барқыттай жұмсақ, майда үнімен. Ол медициналық сөмкелерін жинап жолға дайындала бастады. Алайда, алда оларды қандай түнгі оқиғалар мен тосын жағдайлар күтіп тұрғанын ол кезде екеуі де сезген жоқ еді. Кешкі ымырт баяу түсіп тас жолдың үстін сұрғылт мұнар торлай бастады. Шаңды жолда желіп келе жатқан қызметтік көліктің ішінде сыртқы әлемнен бөлек мүлде басқа бір жылы әлем пайда болғандай еді. Жүргізуші алдыңғы орындықта көзін жолдан алмай көлікті бір қалыпты ырғақпен айдап келеді. Ал артқы орындықта Фархат пен Айнұр қатар жайғасқан. 2 сағаттық сапарға Фархат бұрыннан дайындалып шыққандай. Ол сөмкесінен қытырлақ чипсылар мен салқын сусындарды шығарғанда Айнұрдың жүзінде жылы жымиыс пайда болды. Жолда зерікпейтін болдық деді Айнұр. Дауысы майдаланып, саған зерігуге мүмкіндік бермеймін деп сыбырлады Фархат. Айнұрдың жанарына мағыналы түрде қарап. Фархат смартфонын алып екеуінің арасына қойды да қызықты киноны қосты. Әдемі әуен мен экраннан төгілген жарық екеуінің де жүзін әлсіз нұрға бөлеп тұрды. Наушниктердің бірін Фархат өзіне тақса, екіншісін Айнұрдың нәзік құлағына ақырын кигізді. Оның саусақтары Айнұрдың құлақ сырғалығына тиіп кеткенде бойжеткеннің арқасы бойлап жеңіл діріл жүгіріп өтті. Рахмет, деп сыбырлады Айнұр. Жүрегінің соғысы жиілеп, көлік бұрылыстарда теңселген сайын. Айнұрдың толысқан, жұмсақ иығы Фархаттың кең көкірегіне соғылып жатты. Әрбір абайсыздағы тиісу денелерінен ток өткізгендей ерекше әсер сыйлайтын. Фархат сусын құйылған стақанды ұсынғанда олардың саусақтары тағы да айқаса түсті. Ол әдейі асықпай саусақтарын Айнұрдың алақанында ұзағырақ ұстап тұрды. Айнұр сусыннан бір орттап еріндерін тілімен ақырын жалап қойды. Бұл нәзік әрекет Фархаттың жанарындағы құштарлық отын одан бетер тұтандырғандай еді. Киноның қызығына батқансы болар жақындай түсті. Жұқа киімнің ар жағынан денелердің ыстық табы сезіліп, ауада қыздың қымбат иісі мен ер азаматтың батыл, тартымды иісі араласып кетті. Көлік түнгі тас жолмен сырғи жүйткіп келеді. Салон ішіндегі баяу әуен мен жартылай қараңғылық екі әріптестің арасындағы шекараны баяу өшіріп бара жатқандай еді. Фархат пен Айнұр клиника ішінде жүргенде де бір-бірімен өте еркін, әзіл оспасы жарасқан, сыйлас құрдастарша сөйлесетін. Бірақ бұл жолы, бұл сапарда олардың әзілдерінің астында ашықтан ашық құштарлықтың табы аңқып тұрған еді.
Айнұр, осы сен бұрын соңды вахтаға неге шықпай жүргенсің, деп жымиды Фархат. Даусын бәсеңдетіп, сенімен жол жүрген қандай керемет екенін білгенде, бұрыннан-ақ сені алып шығатын едім. Ой, қойшы, Фархат, деп сыңғырлай күлді Айнұр. Иығын ақырын қозғап, ер фельдшерлердің орнын басу оңай дейсің бе? Сендер сияқты мықты жігіттермен жарысу үшін де батылдық керек. Менімен жарысудың керегі жоқ, деп сыбырлады Фархат. Айнұрдың жанарына қадала қарап, маған тек сенің жанымда болғаның жеткілікті. Айнұр оның бұл сөзінен кейін жүзі ду етіп ақырын төмен қарады. Екеуі бір жағынан кәсіби әріптес, екінші жағынан еркек пен әйел ретінде сырласып, әрбір әзілдерінде нәзік эротикалық ишаралар мен жасырын астар жатты. Фархат сөмкеден шығарған сусынның бетін ашып Айнұрға ұсынды. Бойжеткен сусынды аларда олардың саусақтары тағы да айқаса түсті. Ол бұл жолы қолын бірден тартып алған жоқ. Фархаттың саусақтарының ыстығы бойын бойлап өтіп, жүрегінің соғысын жиіретіп жіберді. Байқа, төгіп алма, деді Фархат. Майда, сиқырлы үнмен, жол кедір-бұдыр. Төгілмейді. Сен ұстап тұрсың ғой, деп сыбырлады Айнұр. Еріндерін дірілдете тигізіп. 2 сағаттық жол осындай жеңіл әзілдер мен жасырын құштарлықтың құшағында көзді ашып жұмғанша өте шықты. Көлік вахталық қалашықтың қақпасына келіп тоқтағанда екеуі де бір-біріне қарап, демдерін ішке тартып іркіліп қалды. Сыртта қараңғы түн мен тыныштық, ал олардың алдында сырлы да ыстық түн күтіп тұрған еді. Түнгі вахталық қалашық. Ауыр тыныштыққа оранған темір корпус бөлмелерінің арасында көліктің шамы сөніп, қозғалтқышы өшті. Сыртқа шыққанда бойды жеңіл салқын шарпығанымен бойдағы ыстық леппен толқу басыла қоймаған еді. Қадам баса бергенде алдарынан еңселі корпустан асыға басып комендант шықты. Ол қос фельдшерді жылы жүзбен қарсы алып, жол соқты болып келгендерін сезгендей ақжарқын үнмен сөз бастады. Амансыздар ма, дәрігерлер? Қош келдіңіздер, деді ол үстіндегі курткасын қымтап жатып. Сіздерді асханада ыстық тамақ күтіп тұр. Түнгі ауысым аспаздары арнайы дайындап қойды. Солай өтіп тамақтанып алыңыздар. Фархат пен Айнұр бір-біріне көз тастап сәл жымиды. Рахмет сізге, деп сыбырлады Айнұр. Дауысы түн ішінде өте нәзік әрі майда болып естіліп. Мен сіздер тамақтанып алғанша дем алатын бөлмелеріңізді дайындата берейін, деді комендант кілттерін сылдырлатып. Бүгін қонақтар көп еді, қазір бәрін реттейміз. Фархат медициналық ауыр сөмкені иығына ыңғайла біліп жатып басын шайқады. Асықпай дайындай беріңіздер, деді ол байсалды, сенімді үнмен. Біз тамақ ішіп болған соң ары қарай медосмотр өткізетін кабинетімізге барамыз. Ертең таңертең ертемен жұмысшылардан қан алу басталады. Сондықтан барлық аппаратура мен реактивтерді орнына қойып, ертеңгі жуып шаю, тексеру процесіне толық дайындап қоюымыз керек. Әңгіме ең қызық жерінде тоқтады ма? Осы хикаяның жалғасын және басқа да қазақша 18+ аудио хикаяларды толық тыңдағыңыз келсе, бізге жазыңыз. Әңгімелер ашық айтылады. Өзіңізге ыңғайлы жолды таңдаңыз. Телеграмдағы жабық аудио арнамызға қосыла аласыз. Немесе барлық аудиоларды тікелей WhatsApp арқылы жеке жібереміз. Жаңа аудио хикаялар үнемі қосылып, жинақ толықтырылып отырады. Қолжетімді алу үшін WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. 8 702 371 52 76. Тыңдаңыз, жаңа хикаяларды жіберіп алмаңыз.